Номері 107 орта мектептің информатика пәні мұғалімі Жалғасбаева Аймжан. Бүгінгі сайыстың тақырыбы тәуелсіз елдің жас информатиктері. Сайыстың мақсаты оқушылардың пән бойынша алған білімдерін тереңдету, қайталау, толықтыру, өмірмен байланыстыру. Бұл сайысқа 4 А сынып оқушылары қатыстырылды. Құрметті де қадірлі ұстаздар, оқушылар және қонақтар, барлықтарыңызды бізбен бірге қызықты тәуелсіз елдің жас информатиктері сайысымызды көруге шақырамын. Сайысымызға 4 А сынып оқушыларынан құралған 2 топ сайысуға келіп отыр. Бұл сайысқа 1 топ скретч тобы, ал 2 топ робот топтары қатыстырылды. Ал енді сайыс кезеңдерімен таныстыра кетейін. Таныстыру кезеңі, балық аулау аралы кезеңі, жұмбақ шешу кезеңі, жануарлар ойыны кезеңі, мақал-мәтел кезеңі және капитан сайысы байқағышыңды байқат кезеңі. Сайысымыздың 1 кезеңі таныстыру деп аталады. Мұнда 2 топ өз командаларын таныстырады. Таныстыру керемет айтылса, 10 ұпайдан береді. Ал енді 1 топ скретч тобына береміз. Ұраны бәріміз бір топпыз, жалқаулыққа жоқпыз, аянбай еңбек етеміз, мұратымызға жетеміз. Ал енді 2 топ робот тобы. Ұраны әрбір ісіміз тірлік тірек адамдық, мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену, бестікке қолды жеткізу. Командалар өз топтарын таныстырып болса, енді сайысымыздың келесі кезеңі 2 кезеңін бастаймыз. 2 балық аулау аралы. Әр оқушы балықта жасырылған сұрақтарға жауап береді. Әр сұрақ 5 ұпайдан беріледі. Көлдегі балықтарды қармақпен аулап, балықтардың баурайындағы жазылған сұрақтарға жауап береді. 1 сұрақ: датчик дегеніміз не? Датчиктер қызметіне қарай нешеге бөлінеді? Скретч программасының қандай мүмкіндіктері бар? Жанасу датчигі дегеніміз не? Скретч программасында қанша графикалық блоктардан тұрады? Скретч программалы ортасының қандай осьтері бар? Түс датчигі неше түсті анықтай алады? Роботты қандай мамандар иесі құрастырады? Бағдаршам робот жасау үшін қандай датчик керек деп ойлайсың? Бағдаршам жүйесі қай жылы және қай қалада орнатылды? Ал енді жұмбақ шешу кезеңі. Бұл кезеңде компьютерді пайдаланып, оқушылар осы жұмбақты шешіп, жауабын скретч программалық ортасында қыс мезгілін фонға алып, қыс мезгіліне қажетті спрайттарды қояды. Ал бұл жерде мен 2 жұмбақ бердім оқушыларға. Тікен тікпісте, қысы жазы бір түсте. Өзі сөйлей білмейді, салған ізі сөйлейді. Міне осы 2 жұмбақтың оқушылар жауабын шешіп, скретч программасында орындады. Келесі кезеңіміз жануарлар ойыны кезеңі. Әр оқушы үй жануарлары мен жабайы жануарларды қоржыннан алып, олардың іс-қимылын жасады. Әр жасаған қимылға 10 ұпай. Келесі кезең мақал-мәтел кезеңі. Бұл бөлімде бірдей фигуралардың ішіндегі әріптерді жинап, мақал-мәтел құрастырды. Сол мақалға ұқсас білетін мақал-мәтелдерін әр оқушы айтып берді. Мысалы, кітап білім бұлағы, отан отбасынан басталады деген 2 мақалды құрастырып, кітап туралы, отан туралы мақалдарды айтты. Мінеки, ең соңғы кезең капитандар сайысы, байқағышыңды байқат кезеңі. Бұл кезеңде берілген суреттерде 10 айырмашылықты 2 минут ішінде табу қажет. Әр топтың айырмашылықтарды табуына байланысты қазылар алқасы баға береді. Ең жоғарғы баға 10 ұпай. Мінеки,
сайыс жеңімпазы анықталды. Бірінші топ Scratch тобы жеңіске жетіп, марапатталды. Қазақстанның болашағы білімді ұрпағында демекші, бүгінгі алған біліміміз ертеңгі байлығымыз, елімізге тигізер үлесіміз. Сондықтан да білім алудан, оқып үйренуден жалықпайық демекпін. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.